Қазіргі кезде барлық той-томалақта жасалып жүрген баклажан салатының рецептімен бөлісемін. Бір жасағаннан барлығына ұнайтын салаттардың бірі. Менің де ең сүйікті салатым. Баклажанды видеодағыдай ашып алып, үлкендеу қиғашынан етіп бөлеміз. Бөлек табағымызға салып, үстінен салқын су құйып, тұз салып, осы суды 15 минутқа қалдырамыз. Кляр дайындаймыз. Ол үшін осындай приправа қолдандым. Бұндай жоқ болса, кукурузный крахмал және де ұнды қосып, қоймалжың, қою масса кляр дайындап аламыз. Енді осы баклажанымызды судан сығып алып, осыған араластырып, дәл осындай қоймалжың масса болу керек. Қызып тұрған майымызға баклажандарымыздың барлығын қып-қызыл қып қуырып аламыз. Қызанақты үлкендеу етіп тураймыз. Черри қызанағы болса, дәл ортасынан бөлесіздер. Көк пиязды ұзыншалап турап алып, салатымызды үлкендеу ыдысымызға жинаймыз. Дәл осы салатқа жақсы дәм беретін кисло-сладкий соусты қосамыз. Аздаған тұз салып, жақсылап араластырамыз. Тарелкеге салып, дастарханға ұсынамыз. Рецептке қолданылған ыдыстар